домбыра харам. Осы тақырып қазіргі әлеуметтік желіде өте кең таралып жатыр. Және де соны айтып қорлаған адамдар жауапқа тартылып жатыр айтқан кезде. Қорқшыша бейлі. Даже Ханафи мазхабының өзінде шектік аспаптардың барлығы харам, субханалла. Не деген келіп тұр ауыз бейлі? Иә, бізде үлкен заң бар. Біздің салт дәстүрімізді қорласа, немесе басқа бір боғауыз сөз айтып, басқа алатын болса, онда заңды тұрғыдан адамдарға жаза беріледі. Енді шариғи тұрғыдан қарайық. Шариғи тұрғыдан біз үкімдерді біліп алуымыз керек. Жалпы харам деген нәрсе бар, және халал деген нәрсе бар. Бізге халал болған нәрсені харам деп айтуға болмайды, және де харам болған нәрсені халал деп айтуға болмайды. Кескінді түрде. Енді макрух деген мәселелерде болады, енді неше түрлі үкімдер бар. Енді бір нәрсені харам деу үшін бізге Ханафи мазхабы бойынша оған қатағи дәлел керек. Қатағи дәлел дегеніміз не? Мысалға, Құранда Аллах Тағала бұған тыйым салынған, бұны істемеңдер деп келетін болса, онда ол харам, нақты харам болады. Егер де ол затты халал дейтін болса, онда ол адам діннен шығады. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі. Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам егер де бұл харам, мүлдем тимеңдер, жасамаңдар, тыйым салынған дейтін болса, онда ол затты халал деп айту, онда ол діннен шығуы мүмкін. Сол себептен де үкім берер кезде абайлауымыз керек. Енді музыкалық аспаптарға келетін болса, ол жерде көптеген пікірталастар бар. Ғалымдардың, Ханафи мазхабының көптеген ғалымдардың арасында пікірталастар бар. Біреусі халал дейді, біреусі харам дейді, біреусі мубах дейді. Сол себептен де нақты кесімді үкімді айтып, бүткіл халыққа осындай үкім екен деп айтуымызға болмайды. Сол себептен де біз заңды тұрғыдан да және де шариғи тұрғыдан да біз өзіміз сауатты болуымыз керек.